Осыдан 10 миллион жыл бұрын барша Африканы қалың тропикалық орман басып жатты. Бұл жерде түрлі маймылдар мекендеді. Біреулері төрт аяқтап бұтақтарда жүрсе, екіншісі қолдарымен бұтақтан бұтаққа секірді. Ал ең салмақты, ірі дегендері бұтақта денесін тік ұстап өрмелеп жүрді. Бірақ күн салқындады, қуаңшылық басталды. Жаңбыр аз жауды. Әрине, бұл бірден болған жоқ. Ол бірнеше миллион жылда орын алды. Ормандағы маймылдардың алдағы өмірінің үш нұсқасы болды. Ең жағымсыз маймылдар ормандағы өмірін жалғастырды. Екіншісі, маймылдардың көбісі жойылып кетті. Ал үшінші, ең қызықтысы, кейбір маймылдар қалыптасқан жағдайға үйренісіп, сол жерде мекендей бастады. Төрт аяқтап жүргендер сол күйінше қалса, денесін тік ұстап өрмелегендер ендігіде екі аяқтап жүруге көшті. Қатты ыстық басталып, көлеңке болмаған кезде маймылдардың жыны жоғала бастады. Балаларына ұстанатын ештеңе болмағандықтан, аналары оларды қолдарын ұстап жүретін болды. Бұл тамақ табуды қиындатты, жыртқыштардың қасында әлсіздікке ұшырады. Әкелеріне ана мен балаға тамақты қолдарымен әкеліп, оларды қорғау керек болды. Бір-біріне қамқорлық көрсетпегендер жойылып кетті. Ал бірлік пен татулықта болғандар өмірлерін жалғастырып, австралопитеки болып қалыптасты. Бірақ бұлар ол кезде әлі адам бола қойған жоқ.